Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз соңғы сабағымыз, көптен күткен 10-шы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біздер соңғы мына қабырғаларды орнына қоямыз. Соңғы қадамымыз осы қабырғаларды орнына қоямыз. Біріншіден естеріңізге салып кетейін, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Тағы да осы 3-3 Рубик текшесін аяқтағаннан кейін тағы да әдіс-тәсілдерді тағы да түсіндіретін боламын. Қосымша сабақ ретінде оңай бірінші бастапқы әдістер бар, соларды түсіндірем. Негізі мен Фридрих әдісін түсіндіріп өттім сіздерге жаңағы 7-8 сабақта. Сол 7-8, 9, 10 сабақтарды тағы да бастапқы әдістерін түсіндірем. Бұл негізі Фридрих әдісі тез құрауға үйретеді, ал қосымша сабақта сіздерге оңай әдісі, бірақ көп уақытты алады. Соны сіздерге қосымша сабақ ретінде тағы да түсіремін. Соны жіберіп алмау үшін менің арнама жазылып қойыңыздар. Енді сіздерге мынандай өздеріңіз айтып отырам ғой, ақ қағазға түсіріп алыңыздар деп, жаңағы қағазға жазып алыңыздар. Жаңағы шартты белгілерді осылай етіп жазып, және мынандай қолмен суретпен салып алсаңыздар да болады. Мен мына компьютерден басып шығарып қойдым. Мына 6-шы қадамымыз, яғни 7 жағдайда кездеседі ғой, соның барлығы мына жерде міне тұр. Мынау сол шартты белгілері. Мысалғы балға әдісі. Оң, жоғары, 2 рет, оң кері, жоғары кері, оң, жоғары кері, оң кері деп. Мысалға осылай етіп жазып қойсаңыздар, және мынандай етіп суретін салып қойсаңыздар, өздеріңізге түсінікті болады. Осылай етіп қағазға жазып алыңыздар, өздеріңіз үйрену үшін. Сосын қайталап соны өздеріңіз жаттықсаңыздар, тез үйреніп аласыздар. Бірінші жалпы барлығын құрап үйренгендеріңіз дұрыс. Содан соң осы әдістерді жаңа шартты белгілерді қарап, күнде жаттығу жасап, тез үйреніп аласыздар. Енді бүгінгі сабағымыз жоғарғы қабаттың қабырғаларын, яғни сартүстің қабырғаларын қоямыз. Бұл қабырғаларды қою 4 жағдайда кездеседі. Жаңа құрастырып келген кезде біздің жаңағы 7 жағдайда кездесті ғой, бұрыштарды қою. Соның тек қанағы бір жағдайы келеді. Содан соң осы этапқа түсесіздер. Осы этап 4 жағдайда келеді. Бірінші жағдайын сіздерге айтып өтейін, және құрастырамыз қазір. Енді бірінші жағдайы 3 бұрыш деп атаймыз. Міне 3 бұрыш, яғни міне 3 жердегі қабырғамыз келмей тұр, ал біреуі келіп тұр. Міне көріп тұрсыздар. Бұны 3 бұрыш деп атаймыз, және бұны қалай ұстаймыз? Сары жоғарғы бет, мына алды, фронт, оң, сол. Енді қараңыздар. Құрастырылып тұрған жағын артына жібереміз, артына. Сосын мына түстерді қараймыз. Жасыл түс, ортасында көк түс тұр. Ол тұру керек мына жақта. Яғни мына қабырға мына жақта тұру керек. Ал мына қызғылт сары түс мына жерде тұру керек. Жасыл мына жерде. Міне көрдіңіздер ме? Мынандай үшбұрыштың бағыты шығады. Экранда мына жерде көрсетіп қоямын. Бағыты міне көріп тұрсыздар. Көк мына жаққа, қызғылт сары төменге, мына фронтқа кетеді, жасыл сол жаққа түседі, көк оң жаққа түседі. Яғни бағыты міне осылай. Енді алгоритмдерін экран бетіне шығарамын. Бастап көрейік. Оң 2 рет, жоғары, оң, жоғары, оң,
кері, жоғары, кері, оң, кері, жоғары, кері, оң, кері, жоғары, және оң, кері. Міне, достар, кубигіміз, яғни рубик текшеміз түгелдей құрастырылып шықты. Құттықтаймын. Енді бұл тек бірінші жағдай, яғни қабырғалар келгендегі. Енді екінші жағдай. Екінші жағдайымыз мынандай. Тағы да ол үшбұрыш деп аталады, яғни треугольник. Жаңа біздің треугольнигіміз былай болды. Мынандай бағытта болды. Енді қараймыз. Көк, сол жақта тұрған көк мына жерге келу керек. Ал мына қызыл мына жаққа бару керек. Ал мына қызғылт сары мына жаққа бару керек. Сонда көріп тұрсыздар, енді бағытын былай қарай болады. Мына экран бетінде тұр. Міне. Осылай болады. Банағы керісінше болды. Былай болды. Енді мынау былай қарай болады. Енді осыны орындаймыз. Және жиналып тұрған жағын артына ұстаймыз. Мынау оң жақ, мынау сол жақ. Фронт. Ал бастап көрейік. Экран бетіне шартты белгілерін қойдым. Бастаймыз. Оң, жоғары, кері, оң, жоғары, оң, жоғары, оң, жоғары, кері, оң, кері, жоғары, кері, оң, кері 2 рет. Немесе оң сағат тілімен де айналдыруға болады. Міне екінші жағдайымызды орындадық. Рубик текшеміз түгелдей жиналды. Енді үшінші жағдай. Үшінші жағдай мынандай болып келеді. 4 қабырғада жиналмаған. Бана екі жағдайымызда бір жағы жиналып тұрды ғой. Енді мына жерде тағы да қараймыз. Қызыл бетінде көк түс тұр. Ол көк түс мұнда барады. Ал мына қызыл түс мұнда келеді. Яғни екеуінің орны ауысу керек. Ал мына жақта дәл солай. Қызғылт сары мына жерге, жасыл мына жерге. Яғни мынандай бейне шығып тұр бізде. Яғни 2 стрелка мен белгілеп қоямын жерге. Бұны біздер мынау 2 із сияқты болып бейнеленіп тұр. Сондықтан да шана дейміз. Орысша саночки дейді. Енді бұны қалай орындаймыз және қалай ұстаймыз? 2 бірдей орын ауыстыратын бағытты мына жаққа қоямыз. Сол бағытымызбен артқы бағытымызға. Және мына екеуін оң бағытымызбен алдыңғы фронтқа қоямыз. Осылай жоғары осылай ұстаймыз. Сосын мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Шартты белгілерді экранға шығарып қоямын. Оң, арты, кері қарай. Міне арты деген мынау. Арты кері қарай. Білесіздер, сағат тіліне қарсы. Міне, сағат тіліне қарсы. Оң, кері, артына қараймыз. Арты сағат тілімен. Сағат тілімен. Сосын фронт сағат тілімен. Оң, кері. Оң, кері. Арты кері қарай. Фронт сағат тілімен. Оң, кері. Арты. Міне арты сағат тілімен. Міне былай айналады сағат тілі. Сағат тілімен. Оң. Фронт сағат тілімен 2 рет. Және
жоғары. Міне, біздің Рубик текшеміз жиналды. Енді төртінші жағдай. Төртінші жағдай соңғы, ол мынандай көрініс тауып тұр. Көк қабырғамыз мына жаққа түседі. Жасыл қабырғамыз мына жаққа. Яғни екеуінің орнын ауыстыру керек. Келесі қызыл мына жаққа түседі. Қызғылт сары мына жаққа. Яғни екеуінің орнын ауыстыру керек. Яғни мынандай көрініс шығып тұр. Бұны қосу дейміз. Крест дейміз немесе. Енді кез келген бағытта ұстай беруге болады. Қосу таңбасын, осындай қосу таңбасы шыққан кезде мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Оң 2 рет, сол, яғни сағат тілімен 2 рет. Бұнда енді асты бар. Асты мынау, яғни сағат тілімен 1 рет. Сағат тілімен 1 рет. Оң 2 рет, сол 2 рет, жоғары сағат тілімен 2 рет, оң 2 рет, сол 2 рет, сол 2 рет. Және асты сағат тілімен 1 рет, оң 2 рет, сол 2 рет. Міне. Сонда біздің Рубик текшеміз жиналды. Достар, сіздерді құттықтаймын. Рубик текшеміз түгелдей жиналды. Барлық сабақтарға қатысып, Рубик текшесін үйреніп алған достарыма рахмет айтамын. Және комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мына видео түсірілімге де лайк басып қойыңыздар. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі сабақтар тағы да болады. Жаңағы айтып өттім басында. Осы Рубик текшесінің тағы да әдістерін қосымша сабақ ретінде тағы да түсіремін. Біздер тағы да еске салып өтейін. Мен сіздерге соңғы 3 этапты жаңа Фридрих әдісімен үйреттім. Келесі қосымша сабақтарда оңай әдісті үйретемін, бірақ ол ұзақтау болады. Сол әдістерді тағы да өздеріңіз қарап үйреніп алуларыңызға болады. Баршаңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Осы каналда тағы да келесі осы Рубик текшесінің қосымша сабақтары біткеннен кейін 3/3 Рубик текшесінің 2/2 Рубик текшесін құрастыруды сабақтары басталады. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.